Қазіргі таңда дінді жеткізудің әртүрлі құралдары бар. Жыл сайын тиісті органдар тарапынан дінтану сараптамасы арқылы жүздеген діни әдебиеттер дінтану сараптамасынан өтпеуде. Бір ғана себеп, олардың жазбалары мен идеологиясы қоғамға іріткі салуы мүмкін. Есте сақтайтын жайт, елімізде діни әдебиетті немесе діни мазмұндағы басқа да материалды кез келген жерде сатуға және де таратуға заң бойынша рұқсат етілмеген. Діни әдебиетті және діни мазмұндағы өзге де материалдарды діни мақсаттағы заттарды әкелуге, әзірлеуге, шығаруға, басып шығаруға немесе таратуға болмайды. Бұл Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 490 бабы. Олай болмағанда әкімшілік жауапкершілікке таратылып, жеке тұлғаларға 50, заңды тұлғаларға 200 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады. Діни әдебиеттер мен заттарды қайдан алуға болады? 2011 жылдан бастап діни бірлестіктер және діни бірлестіктердің қызметі туралы заңына сәйкес әдебиет сататын орындар міндетті түрде рұқсат алуы керек. Ол жердің өзінде дінтану сараптамасынан өткен діни әдебиеттер ғана сатылады.